Сәлем, құрметті көрермен. Бүгін сіздерге Инстаграмның шапкасын қалай заманауи түрде немесе сәнді етіп жазуға болады, сол туралы айтатын боламын. Бұл үшін Google-ге немесе кез келген бір браузерге кіріп, Текстаграм, шрифт деп терсеңіздер, осы жерде текст генератор деген бөлімін басып кірсеңіздер, красивые шрифты онлайн деген бар. Осы шрифттерді Инстаграм, ВКонтакте немесе басқа да жаңағы соцсетиға пайдалануға болады. Көріп тұрғандарыңыздай әртүрлі шрифт түрлері бар. Өзіңізге ұнағанын, өзіңізге ыңғайлысын таңдасаңыз болады. Мысалға, осы ішінен бір түрін таңдап алайық. Мен жаңағы алдыңғы бөлімдегі ішінде жазған онлайн шоппинг SMM дегенді ауыстырғым келіп отыр. Соған бір түрін таңдап алайын. Менде асты осындай болып жазылған. Копировать етесіздер, қойып қоясыз. Бар болғаны сол таңдайын. Реклама шығады, X деген батырманы басамыз. Деп мына жерге жазамыз. Онлайн шоппинг. SMM деймін. Изменить батырмасын басып, осылай өзгеріп шығады. Осыны копировать дейміз. Инстаграмға кіреміз. Редактировать бөлімін басамыз. Имя деген жерді басамыз. Жазғандарымыздың бәрін өшіреміз. Жаңағы копировать етілген нәрсе астына шығады. Соны басамыз. Көріп тұрғандарымыздан шықты. Галочканы басып, сохранить етіп аламыз. Мынау мені жаңағы жазған жерімнен осылай шықты. Регистрация дегенді ауыстырайын. Мына жерде хайп тайп шрифті на русском онлайн деген бөлім шықты. Соны бассақ, мына жерге орысша сөзді жазамыз, регистрация деп. Сонда астынан бізге осылай өзгеріп шықты. Әртүрлі болып, арасында жүректері бар, латиница бар. Осыншама символдар шықты. Тұрғандарыңызда мына бөлімді мен таңдағым келіп отыр. Копировать. Жаңағы Инстаграмға қайтып кіреміз, осы жерге таңдаймыз. Қойылды. Қайта символға кіріп, жаңағы мен телефонды қоюым керек. Мінекей, осылай жасадық. Галочканы басамыз. Тура осылай өздеріңізде жасасаңыздар болады. Пайдалы болса, тіркеліп лайк баса кетіңіз.